игілікті іске облыстық бюджеттен 500 миллион теңге бөлініп, көп қабатты 16 тұрғын үйдің қасбетін жаңалау жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда қаланың орталық көшелерінде орналасқан тұрғын үйлерде бұл жұмыстар үздіксіз жүргізілуде. Соңғы үлгідегі сапалы материалдармен қапталған тұрғын үйлердің қасбеті шаһардың сәулетті келбетіне жарасымды әрі суық пен ыстыққа төзімді. Айта кету керек, 2023 жылы демеушілердің қолдауымен облыс орталығындағы 28 көп қабатты тұрғын үйдің қасбеттері заманауи панельдермен қапталған болатын. Қыстың қытымыр аязына қарамастан, біздің құрылысшыларымыз, жұмысшыларымыз күнделікті өзіне тиесілі жұмыстарды атқаруда. Қасбеттер бойынша, қаланың санитарлық тазалық жұмыстары бойынша да жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Бұл жұмыстардың сапасына, уақытылы бітуіне арнайы техникалық қадағалаушылар бар, және авторлық қадағалаушылар бар, және тапсырыс беруші ретінде, біз әкімдіктің өкілі ретінде бізде күнделікті бұл сапасы бойынша қатаң қадағалау жүргіземіз. Тұрғын үйлерді қайта жаңғырту жұмыстарына барлығы республикалық бюджеттен 2023 жылы 778 миллион теңге қаржы бөлініп, қала бойынша 11 көпқабатты тұрғын үй толық күрделі жөндеуден өткізіліп пайдалануға берілді. Қазір біз 24 жылы республикалық бюджеттен 1,9 миллиард теңге қаржы бөлініп, қала ішіндегі 21 көпқабатты тұрғын үй қайта жаңғырту жұмыстарынан өткізіледі. Биылғы жоспарымыз осы. Қазір сол құжаттарын әзірлеп, келісімшарттарға отыру жұмыстары жүргізілуде.